Қазақ қолөнерінің дамуына әсер еткен негізгі факторлар шаруашылық қызметінің негізгі түрлері, жайылымдық көшпелі мал шаруашылығы және суармалы егіншілік. Сондай-ақ орналасқан жерінің географиялық ерекшеліктері болды. Сонымен ежелгі заманда қазіргі Қазақстан аумағы арқылы Ұлы Жібек жолы өткен. Ол басқа халықтармен сауда-саттық қарым-қатынасының, мәдени алмасудың дамуына әкелгені сөзсіз. Мал шаруашылығы негізгі шаруашылық түрі және сәйкесінше тері, жүн, мүйіз сияқты материалдар мен шикізат көзі ретінде қазақ қолөнерінің көптеген түрлерінің, оның ішінде жүнді киіз басу, тері тігу және бедерлеу, сүйек ою, тігіншілік дамуына әкелді. Зергерлік өнер. Құлындар мен қозылардың терісі ерекше бағаланды. Қолданбалы өнер қазақ халқының ежелгі өнерінің бірі. Түрлі тері бұйымдары қазақтардың өмірінде үлкен және маңызды орын алды. Былғары өңдеу қазақ қолөнерінің дәстүрлі түрлерінің бірі. Тері шеберлері сүт өнімдерін сақтауға және тасымалдауға арналған ыдыстар, торсық, саба, сүйретпе жасады. Бұқаның немесе түйенің жаңадан алынған терісін алдын ала өңдегеннен кейін олармен ер-тұрманды жабады. Ал ат әбзелдерінің бөліктерін ер-тұрманды, төс белгілерді, шығыршықтарды, жүгендерді, белдіктерді шикі теріден жасады. Былғарыға рельефті бедер түсірілген. Ол жағылан сандықтардың, ыдыс аяқтың, сусын ішуге арналған жәшіктердің сәндік бетін жабуға арналған. Торсық қымыз, айран және басқа сусындарды тасымалдауға арналған теріден жасалған классикалық қазақ ыдысы. Торсық былғары қалдықтарынан саба жасалғаннан кейін жасалған. Торсықтар үлкенді кішілі болып жасалды. Сүйретпе жасау үшін көбінесе түйе терісінің мойын бөлігін пайдаланған. Жан торсықтың көлемі аз, әдетте 2-3 литр болған. Торсық ою өрнекпен безендірілген теріні ағаштың табыр сабағынан жасалған бояуда қайнатады. Содан кейін кептіреді. Осыдан кейін теріден бірнеше жан торсық кесіліп, ою өрнекпен безендіріліп тігіледі. Кейін олар оны қайтадан кептіреді, әрбір торсты ыстық құммен толтырады. Торсық кепкеннен кейін оны ішінен құм төгіліп, желге кептіреді. Осылай жасалған жан торсық ешқашан пішінін жоғалтпайды. Торсықты қымыз, шұбат немесе жай су құйылатын ыдыстың саяхат нұсқасын жасау үшін қолөнершілер ең жақсы былғарыдан пайдаланған. Бұйымдағы ажурлы ұлттық ою өрнекті екі ағаш тақтайшаның арасына былғары дайындаманы басу арқылы алған. Ежелден қойшылар мен саяхатшылар жол бойымен бірге торсық алып жүретін болған. Оның ішінде қымыз немесе айран таусылып қалса да, мүйізді процестерде қатық түзіліп, сумен араласқанда шалап алынған.